адамның тәкаппарлануына себеп болатын нәрсе оның табиғатының сұлу болуы, бет келбетінің сұлу болуы. Бұл нәрсемен де адам тәкаппарлыққа салынады. Егер түрі жаман адам көретін болса, бойы ұзындау адам бойы қысқа біреуге қарап, ой мынау деп өзін артық көретін болса, бұл да Алла Субханала Тағаланың алдында Алла разы болмайтын тәкаппарлықтың белгілерінен, тәкаппарлық істерінен. Айша анамыз бірде бір әйелді көріп, бойын қысқалығын көріп, қолмен көрсетті, тілмен айтқан жоқ. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен қазір сондай сөз айттың деді, оны сөз деп есептеді. Егер теңізге тастайтын болса, осы сөзді теңізді ірітіп, шірітіп, сасытып жіберетін еді деді. Адам ол сөз болып шықпаса да өзін артық көретін болса, бұл адам Алланың жаратылысына бір жағынан күліп жатқан адам. Алла Субханала Тағала оны солай жаратты. Сен өзіңнің ептілігіңмен өзіңді ұзын етіп алдың ба, ептілігіңмен өзіңді сұлу етіп алдың ба, сенің қалауың ба ол? Жаман адам, түрі келіспеген адам, ол өзіне сол түрді таңдап алды ма? Ешкім таңдап алған жоқ, ол Алланың саған бергені. Керісінше көрген кезде Аллаға шүкіршілік етіп, Алхамдулиллахиллази афана мимма бтала бихи касира минан нас. Осындай адамдарды сынаққа салып қойған осындай нәрселерден, сол нәрсемен бізді сынаққа салмаған Аллаға мақтаулар болсын деп адамның шүкіршілігі арту керек. Ол көрген кезде ой деп ауруды көрсе, басқаны көрсе, тәкаппарланып, өзін артық көріп, бұл да адамды тәкаппарлардың қатарына жатқызатын сипаттардан. Бұл нәрседен адам аулақ болуы керек. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد